адам ата, оған Алла разы болсын, баласы шейіт пайғамбарға, оған Алла разы болсын, мынандай бес насихатын айтып, оны кейінгі ұрпағына жеткізуді табыстаған екен. Бірінші, ұрпақтарыма өткінші дүниеге сеніп қалмауды айт, өйткені мен мәңгілік қойдым жұмаққа сеніп едім, алайда Аллах тағала мені ол жерден шығарды. Екінші, ұрпақтарыма әйелдері құмартқан әріске бара бермеуін айт, өйткені мен әйелімнің қалауымен тыйым салынған жемісті жегеніме кейін өкіндім. Үшінші, ұрпақтарыма бір істі бастамай тұрып, бас аяғын толық мөлшерлеп алуын айт, өйткені мен ол істің бас аяғын алдын ала ойлағанымда бәлкім мұндай болмас еді. Төртінші, қандай да бір іске ниет еткенде, егер сәл күмән туса, шегін жасай білген жөн, өйткені мен тыйым салынған жемісті жерде іштей күмәндандым, бірақ бас тарта алмағандықтан пұшайман күй кештім. Бесінші, бір істі бастамай тұрып, білетіндермен ақылдасыңдар, егер мен алдын ала періштелермен ақылдасқанда мұндай жағдайға ұшырамас едім.